Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет торттан дайымыз. Ең алдыменен 2 жұмыртқамызды қантымызбен жақсылап араластырып аламыз. Толықтай қантын ерітеміз. Содан соң 80 грамм сгущенка саламыз, яғни қойытылған сүт. Содан соң ерітілген сармайымызды саламыз. Маргарин болса да болады, ерітіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель салып, електен өткізіп саламыз. Қамырымыздың қоюлығы осындай болу керек. Қатты сұйық та, қатты қою да болмау керек. Енді пергамент қағазымызға мен 4 бұрышты формаға жасадым. Қамырымызды 2-ге бөліп пісіреміз. Қамырымыз жасап алдық. Енді креміне қаймақтан жасадым, 25% қаймақтан, және үстіне сгущенный молоко қосып, крем осылай дайын қылдым. Өте дәмді болады. Пісіп шықты корждарымыз. 2-ге бөліп 4 корж шығардым. Қаймағымыздан, яғни кремімізді 2-3 қасықтан салсаңыз болады. Өте жұмсақ, өте дәмді торт болып шығады. Жасап көріңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Бетін мен 5 грамм шоколадты ерітіп, осылай сәндеп шықтым. Егерде видеоларым ұнап жатса, лайк басып, қолдау мақсатында тіркеліп кетіңіздер. Тортымыз дайын болды. Әлде көп рецепттер болады, қош сау болыңыздар.